안녕하세요. 스트리밍의 로즈. Бүгін BTS Lion екінші видео ма, или үшінші видео ма? BTS-тің 5 жылдық дебюттан бергі 5 жылдығы болған кездегі жасалған аватарка, 5 жылдық мерейтойы болған кезде деп айтса да болады. Феста болған, әр жыл сайын феста өтетін. И мен осы 5 жылдықта мен фестаның фотосуреттерін қолдандым. Негізі мен әртүрлі фотосуреттерді қолданамын. Алдыңғы жылда ол фестаның фотосуреті болды ғой деймін, 4-ші жылдыққа қолданған. Точно не помню қай жерден алған. Әйтеуір спрингде түсірген, бумнардағы түсірген фото. Короче, мен сіздерге бірінші қиып көрсетемін, сосын кейін ары қарай өзіңіз байқайсыздар. Менде одной тоже почти, и білмеймін, іштеріңіз піспаса. Мен арасында әңгіме айтуға тырысамын. That I can't have again. It's getting way too hard to comprehend. A lie to their minds, not worth the fight. Lies are falling to my skin. I'm getting way too old for this. You're too lost in ways I miss. I just wait and reminisce. All I get is broken love, though that always falls apart. All I get is broken love. How can I feel somebody's heart, even 1,000 miles apart? Been inside my chest, and all the emptiness still hurts. A single white rose in a field of red. A heart that was closed, it was undead. Frozen from the past, always looking back, sitting on the shelf. Always scared it would crash.
open to her curse. Flower petals burn, thorns now disperse. Back then she was just a fern. Like a fire burning in her heart, scared of liars and tore her apart. Bursting from the flame, a new restart. Lifting up her aim, she shot as she watched. A single white rose in a field of red. A heart that was closed, it was undead. Strength in the fire, nothing has changed. Without you, I am nothing, so I won't give in, no way. And I wanna say what I'm feeling inside. Do what I can just to make it alright. I wanna stay with you closer tonight. Hold me tight. I don't wanna live without it, live without it. Someone like you. I don't wanna breathe without it, breathe without it. Someone like you. I don't wanna live without it, be without it. Someone like you. I don't wanna breathe without it, think about it. Someone like you. 'Cause I wanna live deep in the water, you're fading away. But I swim to the surface and face what I fear, I'm afraid. And I wanna say what I'm feeling inside. Do what I can just to make it alright. I wanna stay with you closer tonight. Hold me tight. негизи бул фото сүрөттөр өтө керемет фото сүрөттөр болатын. Мен бул жерде кандай дизайн колдонганын билмедим. Ойладым артына көп сүрөттөр коямын деп, башкалар истейтиндей. Бирок ондай шыкпады, сондуктан да мен башка дизайн ойлоого көчтүм. Нече ирет
Былай өте әдемі көрінетін сияқты, бірақ былай онша емес. Кейде суретте өте көп объект болған кезде сурет онша емес болып кетеді, және де ол өзінің ерекшелігін жоғалтады деп ойлаймын мен. Өйткені көзін өзі қайда қарауға білмей қалады, және көзі жүгіріп кетеді қайда екен. Melon Music Awards'тағы фотоны қолданыппын ғой. Ана жерде кәдімгідей алдыңғы фестаның Fake Love тағысын тағы көрінбейді онша. Mic Drop көріп тұрмын. И осы фестаның фотосуреттері. И қаншама уақыт отырған сияқтымын, өйткені мен бұл жерде бір дизайнды ойлап табуға менде болмаған ғой деймін. Вдохновение болмады, либо дизайн ойлап таба алмай отырдым. Бывает творческий кризис, бірдеңе істеген кезде ештеңе қолымнан келмей, сондай болады, ондай кезде, ештеңе қолымнан келмей жатқан кезде біраз уақыт демалыс алу керек. Біраз уақыт демалыс алып, ол туралы вообще ойламай тұру керек та, сосын кейін демалыс алып болғаннан кейін қайта оралсаңыздар, бәрі жақсы болады. Мен ылғи сөйтемін. Қазір қайта демалыс алуға менде уақыт. Жұмыстан демалыс ала алмай жүрмін. 2 апта қалды, бірақ сонда да мен қатты шаршап кеттім. И бұл ситуацияда қазір өте қиын, жұмыста қиын болып кетті соның арқасында. И біраз ауырлықтарды сезініп жүрмін, қатты шаршап жүрмін. Қалағанын істегім келеді, бірақ уақыт оған позволять етпейді, сол қиын болып тұр. Короче, көрген сайын маған одан әрі ұнап жатыр. Мен артына тексттер қосқан екенмін, және тағы главный фотоның артына да тексттер қосқан екенмін. Негізі жаман емес, мен ойлағам онша емес болған шығар деп. Ол кезде маған әрине әлі де өз жұмыстарым ұнамайды, бірақ біраз уақыттан кейін қарасаңыздар, сіздерге өз жұмыстарыңыз ұнап кетеді. Мен ғана сондай емес шығар, маған өз жұмысым ұнамайтын. Онша көп мен бұл жерде түсіндірдім деп айта алмаймын, өйткені түсіндірген жоқпын, өйткені бұл жерде бәрі түсінікті деп ойлаймын. Или маған түсінікті ма, қалай жасалғаны. Мен бұл жерде артына Mic Drop, Fake Love'ның суреттерін қолдандым. И тағы бір суретті қидым жереуінің тұрған. И осы фестадағы фотоларын қолдандым. Осы феста деген алдыңғы 5 жылдықта шыққан фотолар. И бұл фотолар өте әдемі фотолар болды. Маған әсілінде Жиминнің фотосы ұнады. Өте сүйкімді. BTS-ті биесін туралы айтатын келсек, менде басында Юнгиді ойлағам биес қылдырам деп, но сіңілім маған айтты, Жиминнің сөйлеген сөзі бір түрлі, сөйлеген дауысы бір түрлі, күлген дауысы бір түрлі деп. Сосын мен бүкіл назарым Жиминда болды. Сосын өзім білмей қалдым қалай, ол менің биосым болып кетті. Маған Жиминнің We Are Bulletproof деген клипі бар. Содағы маған баскетболын доп ұстап айтқан Copious деп өзінің несі бар ғой, партиясы. Сосы қатты ұнайтын, мен қайта-қайта сол моментті көре беретін. Есіме түсе береді, ойлаған сайын. Әрине, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Бұл BTS Line 5 жылдық фотосурет. Мен келесі 6 жылдықпен, 7 жылдықпен қайтып келетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.